Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сүзбе қосылған, яғни творог қосылған печенье дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға творогымызды салып, үстіне қант қосып, араластырып шығамыз. Енді ерітілген сары майымызды қосып, тағы да араластырып шығамыз. Ұнымызға қопсытқышты қосып, араластырып, сүзбелі массамызға қосып, жұмсақ қылып қамырлаймыз. Енді қамырымызды целлофанға салып, холодильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Үстелдің үстіне шамалы ұн сеуіп, қамырымызды алып, қатты жұқа қылмай жайып шығамыз. Енді стаканның көмегімен осындай домалақтарды кесіп шығамыз. Бөлек ыдысқа қант пенен ванильді қантты қосып араластырып шығамыз. Енді әр бөліктерін алып, бір жағынан қантқа батырып, ортасынан қосып, екінші жағынан батырып, тағы да оны қосып, осындай форма шығарамыз. Енді қызып тұрған пешке 15-20 минут пісіріп аламыз. Печеньеларымыз пісіп шықты, әсіресе творог жемейтін балаларға таптырмас идея. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ұнаса, каналыма тіркеліп кетіңіздер.